Сәлем менің құрметті достарым, менің каналыма тағы да қош келдіңіздер деймін. Видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бүгін сіздермен болатын мен Гүлназ. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұялшақ тұйық балалардың қимылды белсенділіктерін арттыруға байланысты қандай ойындар ойнатуға болады деген тақырыпта болады. Бүгінгі біздің балалармен ойнайтын ойынымыз ол мысық пен тышқандар деп аталады. Бұл ойында балалармен шеңберге тұрамыз. Шеңберде тұрған балалар тышқандар болады. Ортада ұйықтап жатқан мысық болады. Мысық ұйықтап жатқан кезде біз оның жан-жағында айналып, жүріп, ойнап және өзімізге ұнаған бір тақпақты айтуымызға болады. Бұл ойынның мақсаты топтағы ұялшақ, тұйық балалармен қарым-қатынас жасау, оларды ортаға тарту және олардың қимылдық белсенділіктерін арттыру. Сонымен қатар балалардың сөздік қорларын дамыту, байыту мақсатында осы ойындарды ойнатуға болады. Бұл жерде балалар білген тақпақтарын қайталап немесе жаңадан тақпақтар жаттатқызуға болады. Ал ойынның шартына келетін болсақ, бұл жерде педагог алдымен балаларға сұрақ қояды. Тышқан қай жерде өмір сүреді? Балалардың жауабы әрине тышқан інде өмір сүреді. Сол үшін біз тышқанның інін бірінші белгілеп алуымыз керек. Ол үшін біз осындай шеңберлерді қойсақ болады. Немесе ленталармен белгілеп алсақ та, арқанмен белгілеп алсақ та болады. Сол шеңберлердің ішіне жаңағы тышқандарымыз тығылып үлгеру керек. Біз тақпақты айтып болғаннан кейін жаңағы педагогтың белгісі бойынша мысық оянады. Сол кезде тышқандар өздерінің індеріне қашып кіріп үлгеру керек. Егер де үлгермеген тышқан болса, оны мысық ұстап алады. Келесі ойынымызда балаларды топқа бөлеміз де шеңбердің ішіне тұрғызамыз. Және де топ басшыларын шақырамыз. Ал ұялшақ тұйық деген балаларды топ басшысы етіп сайлауға кеңес беремін. Осындай түрлі түсті жалаушаларды береміз. Және әр топтағы балалар өз түстерін ұмытпау керек. Бұл ойында балалар топпен жұмыс жасайды. Сондықтан да біз балаларды ұйымшыл болуға тәрбиелейміз. Педагогтың белгісі бойынша балаларды қыдыруға жібереміз. Балалар қыдырамыз деген кезде барлық балалар жан-жаққа жүгіреді, немесе жай жүреді. Ал енді келесіде педагог үйге кіреміз деген кезде барлық балалар жүгіріп келіп өздерінің түсіне байланысты кім қай жерде тұрды, қай шеңберде тұрды, сол шеңберді тауып, сол үйлеріне тұра қалу керек. Қай топ бірінші келсе, сол жеңеді. Келесі ойынымыз баланың сөйлеуін дамытуға арналған ойын. Бұл ойынымызға барлық балаларды кезектестіріп қатыстырамыз. Жаңағы таңдап алған баламыз құлағын жауып, көзін жауып, басқа балалардың не айтып жатқанын естімеу керек. Қалған қатысушылар жаңағы тұрған балаға не айтатын, не көрсететіндерін өзара ақылдасып алу керек. Жаңағы қимылмен ғана көрсету керек. Сол қимылды көре отырып, қандай не істегендерін табу керек. Кімді көрдіңдер, не істедіңдер? Не істепті? Не істепті?